Математика пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз ішкі жиын, суды қорғау. Бүгінгі сабақта сен жиындардың ішкі жиынын құрасың. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға назар аударайық. А жиынның элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша ішкі жиын құр. Эйлер Вен диаграммасына әрбір жиынның элементтерін жаз. Екі ішкі жиын құруға бола ма? Балалар, назар салыңыздар. Бұл жерде А жиыны берілген. А жиынына тиісті элементтер 11, 22, 6, 70, 44, 9, 33, 50, 12, 3. Бұл А жиынына тиісті элементтер. Бұл натурал сандар. Енді А жиынына тиесілі бір ішкі жиынын құруға болады ма? Оны мына А жиынның элементтерінің қасиеттеріне сүйене отырып аламыз. Мысалға, Б жиынына бір таңбалы сандарды аламыз. 3, 6, 9. Сонда Б жиыны А жиынына тиісті. Балалар, тағы да А жиынның элементтеріне назар аударайық. Тағы да екінші ішкі жиын құрастыруға болады ма? Біз Б жиынын құрастырдық бір таңбалы сандардан. Екінші жиын екі таңбалы сандардан, бірақ қайталанып тұрған сандар. Ондығы да, бірлігі да бірдей сандар. С ішкі жиынын құрастырдық. 11, 22, 33, 44. Бұл А жиынның екінші ішкі жиыны. Қараңыздар балалар. Енді бұл жерде Б жиыны Аға тиісті, С жиыны да Аға тиісті. Бірінші Б жиынында бір таңбалы сандарының қасиеттеріне сүйеніп құрастырдық ішкі жиынды. Екіншісінде екі таңбалы қайталанып тұрған сандардың қасиеттеріне сүйеніп құрастырдық. Келесі тапсырма. Оқулығымыздың 36-шы бетіндегі 4-ші есеп. Тыңдаңыздар. Эйлер Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған бірнеше элементтерді жаз. N екі таңбалы натурал сандар жиыны. А 30-дан кем екі таңбалы натурал сандар жиыны. Б 30-ға тең және одан артық екі таңбалы натурал сандар жиыны. Бірінші манағы мен түсіндірген есепке қарап, өзіміз бірінші N екі таңбалы натурал сандарын құрып аламыз. Одан кейін А N-ға тиісті ішкі жиын құрастырамыз. А жиынында 30-дан кем екі таңбалы натурал сандар болу керек. Ал Б ішкі жиынында 30-ға тең және одан артық екі таңбалы натурал сандар жиыны болу керек. Дескриптор Вен диаграммасы арқылы жиындарды бейнелейді, жиынның қасиетін тауып екі ішкі жиын құрастырады.